Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен сіздермен өзімнің арамда біраз мәселелерді талқылауға тырысамын. Талқыламас бұрын ең алдымен менің арама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, осы қазіргі уақытта интернет өрісте көп мәселелерді қазақ тілі туралы айтылып жатыр. Бірінші бұл Magnum туралы осы компанияның басшылары бір өздерінің жұмысшыны жұмыстан шығарды. Негізі осы жас жігіт азық түлікті бір адамға апарып, оған айтты қазақ тілінде сөйлес. Сонымен екінші азық түлік алатын адам Magnumға жазды, неге оған келіп қазақша сөйле деп айтады. Екі қазақ осындай ерегісіп, сондай жағдайға келіп, барлық Қазақстанның қазақтарды осы мәселеге көтеріп, осы Magnumға кедергі жасап, көп адамдар осы компанияға бұрын барған адамдар осы компанияға азық түлікті алудың басты бұрды. Сонымен менің ойымша бұл бірінші рет осындай мықты бойкот жасап, қазақ тілі үшін осындай үлкен бойкот жасап, өздерінің мықтылығын көрсетті. Негізі менің ойымша бұл жасайтын жолдары шетелден бізге келеді. Осы нақты мен білмеймін. Менің ойымша бұл көбісі қазіргі біздің адамдарды қай жақтан қазақтарды осылай тез арада көтеруге болады, жұмысты атқарып жатыр, көріп жатыр. Қай салада қазақтарды шайқасқа көтеруге болады. Сонымен осы шетелдік арнайы органдар осы жұмысты атқарып жатыр. Негізі біз көріп жатырмыз, қазіргі уақытта көп біздің интернет өрісте 30-тан асқан біраз жігіттер, әйелдер, ұлттары қазақ, ойы Қазақстан үшін емес. Олар барлық біздің Қазақстан тәуелсіздігіне кедергі жасап жатыр. Көріп жатырмыз, Көкшетауда бір адам көп мәселелерді көтеріп жатыр. Қазақстан үшін деп, бірақ терең қарасақ, ол Мәскеуде оны жақсы русская община көріп жатыр, қолдап жатыр, қарсы алып жатыр, көмек жасап жатыр. Тағы да Алматыда қарасақ, 3 әйелді мен көрдім, қазақ тіліне кедергі жасап жатқан. Бізге Қазақстанда Швейцария және Норвегия және тағы да басқа Европадағы мемлекеттерге қарап, екі мемлекет тілді болу керек, орыс тілі мемлекет тіліне конституция кіргізу керек. Сондай сұрақтарды қойып жатыр, сондай сөздер айтып жатыр. Негізі менің ойымша Қазақстанға ешқандай біз федерация емеспіз, біз моно государство. Сонымен бізге тек қана бір біздің қазақ тілімізді дамуға керек. Осы мемлекет тіл біздің тек қана қазақ тілі болу тиісті. Сонымен 70 жыл қазақ тіліні қырып, кеңес уақытында, кеңес мемлекет уақытында, қазіргі уақытта біздің түсінбейтін біраз адамдар ары қарай осы кеңес мемлекет, бұрынғы кеңес мемлекеттің, қазіргі Ресей Федерациясының идеология жағынан өздерінің бағдарлама бойынша Қазақстанға, қазақ халыққа өздерінің ойдарын кіргізіп жатыр. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Негізі ешқашан біздің ата-бабаларымыз осы қазақ жерінде орыс тілі даму үшін өздерінің
өмірлерін салмаған. Негізі шетел тілдерді білу керек. Мен сонымен келесемін. Орыс тілін білу керек, ағылшын тілін, Қытай тілін, барлық мемлекеттердің қазіргі уақытта Қазақстан даму үшін әлемдің ең мықты мемлекеттердің тілдерін біліп, олардың техника жағынан, технология жағынан білімді алуға керек. Сонымен мен келесемін. Бірақ қазақ мемлекетімізде барлық мемлекет органдарда, барлық оқу органдарға көбісі 95% азбай қазақша оқытуға керек. Барлық балабақшаларды қазақ тіліне, қазақ дәстүріне, қазақ әдебиетінен оқытып көтеруге керек. Барлық орта мектептер, орта техникалық оқу орындар, жоғары оқу орындар қазақ тілінде 95% оқытуға керек. Қазіргі уақытта біраз мәселелерді айтуға болады. Бұл солтүстік Қазақстанда неге мектептерге балаларды қазақтар тіліне оқытуға береді? Негізі орта техникалық және жоғары оқыту орындар, оларда көбісі орыс тілінде ары қарай оқытады. Сонымен осы мәселені қалай қазақтар айтады? Мен қазір қазақ тілінде оқытам баламды, ертең ол қазақша колледжге және университетте барса, ары қарай орыс тіліне көшеді, ол қиналады. Сонымен осы дұрыс емес. Мен осы мәселені көтеріп, осы біздің оқытатын министрліктеріне айтуға болады. Осы мәселеге өздеріңіздің көзқарасын бұрыңыз. Қай жақта сондай мәселелер болса, оларды түзетіп, областарында қазақ сыныптарға барған балаларды ары қарай оқыту үшін барлық колледждерде және университеттерде қазақша оқытуға керек. Негізі көбірек айтайық, бұл орыс мектептерді бітірген жастар, олар ары қарай колледждерде, университетке қазақ тіліне оқытуға жол ашайық. Солар барсын, қазақша оқысын. Қазір біз көріп жатырмыз, интернет өрісте адамдар айтып жатыр, біз орыстар, біз қазақ тілін қазіргі уақытта оқытып жүрміз. Негізі көріп жатырмыз, келешекте жастар қазақ тілін білген ұлттар келешекте тек қана жоғарыда болады. Негізі Қазақстанда қазақ тілін білетін бөтен ұлттарын бізде жол ашық. Сонымен құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Осы өзімнің ой пікірімді айттым. Қандай сіздердің ойыңыз болса, комментарийға ұмытпай жазыңыз. Мен сіздерге жауап берейін өзімнің ойымды. Сау саламатты болыңыздар.